Осы 1 маусым балалар күні қарсаңында осы мерекеге орай осы қызметкерлердің отбасылары өздерінің балаларымен бірге жаңағы отбасылық эстафета ұйымдастырудан бастап отырмыз. Бұл шараның енді негізгі мақсаты, яғни жаңа жас ұрпақты осы біздің қызметпен таныстыру, сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Енді бұл шара негізі балалар күні болатын шара, бұл жалпы 3 күн аралығында өтетін болады. Бүгін міне біз отбасылық эстафетадан бастап отырмыз. Бұл яғни отбасылық құндылықтарды жетілдіруге байланысты. Одан ары қарай ертең бізде балалар үйінен, балалар жасөспірімдер үйінен балалар келеді. Сол балаларға мерекелік шара және де тәлімдік патриоттық сабақтар, сонымен қатар жаңа сыйлықтарын табыстап, сосын мереке күніне байланысты сол балалармен жұмыс жүргізетін боламыз. Сонымен қатар соңғы 3-ші күні, яғни өзіміздің басқармамызда басқарма қызметкерлерінің, полиция қызметкерлерінің балаларына арналған шара өтеді. Онда яғни жаңағы арнайы аниматорлар дейді, солар келіп балаларға жаңағы әртүрлі конкурстық мерекелік шара өтіріп, сол жерде балаларды құттықтап мерекелік шара жүргізетін боламыз.